Қош келдіңіздер. Менің есімім Татикаева Мұнавар Бұрхановна. Бүгін сіздермен күнделікті өмірдегі химия атты авторлық бағдарламамызбен бөлісетін боламыз. Бұл бағдарлама пилотный бағдарлама ретінде соңғы 2 жыл химия пәніне қосымша ретінде, практикалық сабақ ретінде бірнеше зерттеулерден өткен. Қазіргі кезде біз бұны авторлық бағдарлама ретінде ұсынып отырмыз. Енді бұл бағдарлама негізінен 10-шы сынып оқушыларына арналған. Аптасына 1 рет болады, жалпы сағат саны 34 сағат. Бұл бағдарламамыздың негізгі мақсаты химия пәні оқулығындағы тақырыптарды негізге алып отырып, яғни 10-шы сыныптарда білесіздер, сабақтар өте күрделі. Сол сабақтарды негізге алып отырып, күнделікті өмірдегі химиялық құбылыстар мен заттардың ролын түсіндіру арқылы оқушылардың химиялық сауаттарын арттыру және де экологиялық және денсаулық мәдениетін қалыптастыру болып келеді. Енді бұл бағдарламамыздың мақсаты қандай, міндеттері қандай? Бағдарламамыздың міндеттері тұрмыстық заттардың химиялық қасиеттерін таныстыру, экологиялық қауіпсіз туралы түсінік қалыптастыру және де сонымен қатар зертханалық және тәжірибелік жұмыстар арқылы оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыру болып табылады. Жалпы бұл бағдарламамыз неге бағытталған? Бағдарлама оқу-танымдық, тәжірибелік және экологиялық бағыттарды қамти отырып, оқушылардың зерттеу дағдыларын, тәжірибелік ойлау қабілетін дамытуға бағытталған. Сонымен қатар, бұл бағдарламамыздың өзектілігі бүгінгі таңда химия тек зертхана қабырғасында емес, әр адамның күнделікті өмірде кеңінен қолданылады. Тұрмыстық химия, тағамдық қоспалар, экологиялық қауіпсіздік, тұрмыстық энергия сияқты тақырыптардың мәнін түсіну оқушылардың өмірлік дағдыларын қалыптастырады. Сонымен қатар бағдарламамыздың жаңашылығы неде? Бағдарламада зерттеу әдісі, STEM элементтері, практикалық тәжірибелер мен экологиялық жобалар қолданып, оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту көзделген. Керемет. Керемет, рахмет шыдамдарыңызға. Енді оқу технологияларын келсек, бұл бағдарламада біздер қандай оқу технологияларын қолдандық? Яғни сіздер білесіздер, қазіргі кезде альфа ұрпақ, Z ұрпақтарына монотонны, теория немесе кішігірім тәжірибелермен қызықтыру біраз қиындау. Оларға әр сабақта әр түрлі әдістер, тәсілдер, тапсырмалар беріп отыру керекпіз. Яғни біз жалпы бұл бағдарламада қолданған технологияларымыз модульдық оқыту әдісі. Бұл жерде модульдық оқыту әдісінде әр тақырып жеке-жеке модуль ретінде қарастырылады. Сонымен қатар теориялық түсіндіру әдістеріміз қолданылады. Бұл жерде қазір әр мемлекет болсын, қалалар болсын, оларда бір зат жайлы информация өте көп жинақталған, балдарға соны саралап жеткізе білу. Сонымен қатар тәжірибелік тапсырмалар, өйткені химия болғандықтан, және де бұл химия біздің оқушылардың өмірінде тікелей байланысты болғандықтан, әрбір тақырыпқа біз тәжірибелер жасап отыруға әрекет жасаймыз. Сонымен қатар VR, яғни 3D visual балдардың өздерінің ойлау қабілеттерін дамытатын методикаларда қолданылады, және де бейне эксперименттер. Осы жерде бейне эксперименттерге назар аударып кеткім келіп отыр. Өйткені бейне эксперименттердің артықшылығы неде? Біз кейде лабораториямыз, химиялық лабораторияларда, кез келген мектептің химиялық лабораториясында прескурант деген нәрсе бар. Яғни бұл тізімге біз балдар тікелей жұмыс жасай алмайтын химиялық заттардың тізімі енгізілген. Ал бейне эксперименттердің артықшылығы, яғни бізге рұқсат етілмеген химиялық заттармен де біздер онлайн түрде эксперименттер жасай аламыз. Яғни бұл бағдарламада бұл әдісті енгізу себебіміз де сода. Сонымен қатар QLIL, яғни бұл жерде білесіздер, қазір барлық Қазақстан болсын, бүкіл мектептерде 3 тілдік система орналастырып жатқанға біраз уақыттар болды, бірақ әлде болса да терминдер, химиялық заттардың атаулары орысша, қазақша
тыс ағылшынша білетіндер біраз аздың нәтижесі. Сол себепті біз бұл бағдарламада килилді арнайы кіргіздік. Өйткені әлде болса оқушыларымыз үш тілде химияның терминдерін, аттарын, заттарды тани білуі тек қана Қазақстанда емес, Қазақстан сыртына шыққан кезде оларды күнделікті өмірде кездескенде тани білсін деген мақсатпен бұл әдісті кіргіздік. Сонымен қатар STEM. Бұл жерде педагогика қағидалары химияны физика, биология, информатика және де экология пәндерімен байланыстыруға бағытталған. Яғни пәнаралық байланысты өте жете түсіндіреді, және де бұл жерде тек қана теория жүзінде емес, тәжірибе арқылы да бірнеше пәнді бір тәжірибе ішінде байланыстырып түсіндіруге әрекет жасайды. Сонымен қатар сабақтарда дәлелге негізілген және проблемалық оқыту әдістері қолданылады. Енді біз осы бағдарламадан күтілетін нәтижелеріміз қандай? Біріншіден, химиялық ұғымдарды өмірлік жағдайда қолдануды меңгереді оқушылар, экологиялық сауатты тұтынушы ретінде қалыптасады. Және де бағдарлама оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу және тәжірибелік дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Ал сабақ барысында қолданылатын STEM тәсілдеріміз цифрлық зертханалық құралдар және де сондай-ақ интерактивті тәжірибелер мен бейне материалдар пайдалану дағдыларын қалыптастырады. Сонымен қатар бағдарламаны іске асыру барысында оқушылар тек химиялық біліммен ғана емес, сонымен қатар экологиялық ойлау, жауапкершілік, сыни және шығармашылық ойлау сияқты 21 ғасыр дағдыларын қалыптастырады. Яғни біз оқушыларды осы курс барысында осындай бір нәтижелерге жетеміз деген үміттеміз. Ары қарай енді білім бар жерде бағалау болады. Өйткені біз оқушылардың алып жатқан білімдерін қаншалықты меңгеріп жатқанды бағалау арқылы есептеп отырамыз. Бұл жерде бағалау кезеңдері үшке бөлінеді. Қалыптастыру бағалау, яғни зертханалық жұмыстар, кішігірім жобалар, тесттер және күнделікті тәжірибелер арқылы тапсырмаларды жүзеге асырылады. Және де осы тәжірибелерді жүзеге асыру барысында оқушылардың қаншалықты ептілігі, сонымен қатар қышқыл мен сілтілерді әрекеттестіргенде олар қаншалық абай болуы, қауіпсіздік ережеліктерді сақтауы, және де білесіздер, химиялық лабораторияда қолданатын көптеген ыдыстардың барлығы шыны ыдыстардан болады. Оларды қолдануда абайлық танытулары барлығы ескеріледі. Жиынтық бағалау бұл модуль соңында тест, белгілі бір глава, юнит біткен кезде біз тест алып отырамыз. Сонымен қатар эссе, бала өзінің осы модуль барысында алған біліміні қаншалық жетік өмірде қолдана алады, немесе қолданды, немесе алдағы уақытта қолданатын болса, басқалары қалай үйрете алады. Соған негізделе отырып есте жаздырып отырамыз. Постер немесе эксперименттер нәтижесін қорғау түрінде өтеді, яғни ПБЛ түрінде де өткіземіз. Және де өзін-өзі бағалау және рефлексия. Бұл өзін-өзі бағалау және рефлексия әр сабақта әр оқушы өзін жеке бағалап отырады. Бұл жерде химия күнделік парағы толтырылады. Бұл химия күнделік парағы бұл бағдарлама қосымша ретінде жасалып, әр оқушыға жылдың басында, яғни сабақ басталар алдында химия күнделігі таратылады, және оқушы әр сабақта бұл химия күнделігі арқылы өзінің жеткен жетістігі, нені түсініп, нені түсінбеді, сонымен қатар алдағы уақытта нені ескеру керек, әр сабақта өзіне есеп беріп отырады. Яғни бұл олардың өздерін дамытуға деген керемет бір өзін-өзі басқарып отыру, дамытуды бақылап отыратын керемет бір құрал деп білеміз. Ары қарай енді бізде сабағымыз 34 сабақ болғандықтан 490-ға бөлінеді. Бұл жерде мен сіздермен осы тақырыптарды сіздер күнделікті өмірде көріп жүрсіздер. Бір жер бөліскіміз келген нәрсе, бұл тақырыптар балаға үйрететін кезде біз неге көбірек көңіл бөлеміз, соны бір айтып өткім келіп отыр. Өйткені су немесе ауа десе көпшілігіміз білеміз, күнделікті жұтып жүрген ауа. Бірақ біз бұл бағдарлама арқылы, бір курс арқылы біз нені негізге алғымыз келіп отыр, сонымен бөліскім келіп отыр.
Алғашқы сабағымыз бұл химияның адам өміріндегі ролы. Яғни бұл сабақта химия ғылымының қоғамдағы, табиғаттағы және күнделікті өмірдегі ролын қарастырады. Ол барлығыңызға анық. Өмір тірегі ауа. Яғни бұл жерде ауаның құрамыны оқушылар химия сабағында өтеді. Бірақ бұл курста ауаны ластап жатқан техникалардан шығып жатқан газдардың құрам бөліктері және ол құрам бөліктердің тыныс алу жолдарына келтіретін зардаптары. Бұл бір күндік, 2 күндік емес, немесе 20 жыл, 30 жыл барысында келіп шығатын аурулардың салдарын балдарға жеке түсіндіретін боламыз. Сонымен қатар ас тұзы және оның маңызы. Күнделікті өмірде біз оқушылардан сұрап жатамыз, ас тұзы деген не? Олар айтады, ас тұзы бұл тамаққа қосатылатын химиялық зат. Негізінде ас тұзының өте көптеген атқаратын қызметтері бар адам өмірінде. Ол тек қана тамаққа қосылатын химиялық зат ғана емес, сонымен қатар тамақ ауырған кезде тамақты шайқайтын су, сонымен қатар жас баланың денесіндегі әртүрлі бактерияларды өлтіретін ерітінді, сонымен қатар адамның клеткаларының арасындағы оның құрамындағы анион мен катиондар клетка аралық тасымалдаушылар болып табылатынды. Және де неге біз тұздар өте көп химияда, негізінде тұздардың формулалары да көп, алуан түрлері де көп. Және біз бұл жерде неге тек қана осы натрий, хлор тұзына, ас тұзына қолданамыз, соларды жете түсінетін болады оқушылар. Ас содасы және оның қолданылуы. Яғни бұл жерде ас содасыны біз көбінесе бізде енді қыздарымыз ас содасыны тәтті пісірген кезде қолданамыз деп жатады. Ал сабақта біз бұны тек қана күнделікті тамақты емес, оны кеңінен киім ағартуда, сонымен қатар денсаулықтың басқа да пайдасы тиетін салаларды негізге алып терең үйрететін боламыз. Сабын және жуғыш заттарды өздеріңіз білетіндей, біз тек қана бұларды киімдерді тазалауда қолданамыз. Ал бірақ біздің бұл курстың ерекшелігі осы сабын және жуғыш заттарды кеңінен қалай қолдануға болады және де дұрыс қалай қолдануға болады. Тек қана алдым, кір жуғыш машинасына салдым, кірді тазартты. Яғни оқушыларға айтам, кірге салдыңдар жуғыш заттарды. Ары қарай қалай, процесс қалай жүреді десек, барлығы тоқтап қалады. Яғни бұл сол процесстерді балаға түсіндіре отырып, олардың сыни ойлау тұрғысын дамытуға негізделген болып келеді. Және де қант пен көмірсулар, майлар және осының қасиеттері. Осы жерде қант пен көмірсулар жайлы кішігірім бір кіріспе айтып кеткім келіп отыр. Біз осы тақырыпты оқушылармен күшті бір керемет зерттеулер жасадық. Яғни барлығымыз білетіндей қант пен көмірсулар адамдың өмірінде энергия көзі болып табылады. Яғни оқушылар бір күндік, яғни өздерінің жас ерекшеліктеріне байланысты, дене салмақтарына байланысты бір күндік тағамдарынан қолданып, күнделікті азық-түліктен өздеріне қаншалықты энергия алып жатқанды есептеу тәсілдерін үйренеді. Яғни бір күндік рационды шығарады. Мысалға айтамыз, бала бір күндік рационды жазып жүреді, кешкісін қанша энергия, килокалория қабылдағанды есептеп отырады. Ол жас ерекшелігіне және де дене салмағына қаншалық сәйкес келеді, келмейді, соның фарқына жетіп отыратын болады. Екінші тоқсанымыз бізде 8 апта. Бұл жерде 8 өте маңызды тақырыптарды кіреміз. Бұлардың барлығы сіздерге белгілі, бірақ осының ішінде біз жаңа басында айтып кеткендейміз, әрбір сабағымыз біз өмірдегі тәжірибелермен толы болып келеді. Мысалға, дәрілер. Оқушылардың көптігі біледі, дәрілерді не үшін ішеміз? Денсаулық жақсарту үшін. Қазір енді тренд болып жатыр, баттар бар. Баттарды не үшін ішеміз? Иммунитетті көтеру үшін, немесе аурулардың алдын алу үшін дегендей. Бірақ бұларды дәрілерді көбінесе мен оқушылардан сұраймын. Қай дәрілер? Мысалы, асқазан дәрісі бар, көз дәрісі бар, немесе тері дәрілері бар, сүртетін крем, мазар бар. Олардың барлығы бір жерде сақтала ма десем, оқушылар ойланып тұрады, барлығы бір коробкада тұрады ғой дейді. Негізінде олардың әрқайсының тұратын орындары әртүрлі болу керек. Бірісі күн түсетін жерден алыс болу керек, бірісі температурасына байланысты болу керек. Яғни сондайларды біз сабақ кезінде балдармен тәжірибе жүзінде көре отырып,
тәжірибе өтінде зерттей отырып, неге қараңғыда сақталу керек, неге осындай 2 градус, 4 градус, немесе 20-25 градус, неге мұздатқыштарда сақталу керек, соларды тәжірибе жүзінде көрсете отырып, оқушылардың дәрілерге деген сауатты білімін арттыруға әрекет жасаймыз. Сонымен, үшінші тоқсанымызда біз 10 апта бұл жерде де өте көп қызықты әрі шынымен балдарға күнделікті өмірде кездесетін тақырыптарды негізге алғанбыз. Мысалға алатын болсақ, тұрмыстық қышқылдар, сірке, лимон қышқылы және де тағы да басқа табиғи қышқылдардың адам өмірінде пайдасын. Мысалға, алма қышқылын айтып кететін болса, осы жерде оқушылардың көбісі сірке қышқылын өте жақсы біледі. Неге? Өйткені үйде аналарымыз тамаққа қосады, банка жапқанда қосады, және де тағы басқа. Ал алма қышқылын көпшілігі біле бермейді. Олар алмадан қышқыл алады десе, кейде таң қалып жатады. Негізінде ол алма қышқылының антисептік қасиетінің өте жоғары екенін, оны біз микробиология саласындағы бактериялардың өсуі деген тәжірибе негізге аламыз бұл жерде. Яғни осындай қышқылдармен тазалаған ыдыстарда микробтар қаншалықты көпке немесе қаншалықты қысқа өмір сүреді, соларды зерттейтін боламыз бұйыртса. Және де бұл жерде тағы да бір тоқталатын қызықты тақырыптарымыздың бірі, негізі барлық тақырып қызық, уақытқа байланысты сіздерге бірнешеуіне тоқтатып кетсем деп жатырмын. Тамақтағы химиялық қоспалар. Оқушылар кейде химиялық қоспалар деген кезде жалпылама жазылады, бірақ ол жалпылама жазылғандардың негізгі құрамы қышқылдар екенін, негізгі құрамының өте денсаулыққа зиянды тұздар екенін жете біле бермейді. Бұл сабақтарда біз оқушылардан әртүрлі құрамында зиянды заттар болған заттарды алып келіп, оның құрамыны бірінші теориялық жағынан дәлелдейміз. Яғни теорияда осы ат, мысалға глукамат натрия десек, олар ойлайды, дәмдеуіш, оны жесем өте дәмді, маған ұнамды дейді. Бірақ ол қоспаның химиялық реакцияға түсуін, организмға түскен кездегі біздің денеміздегі ақуыздарды, көмірсуларға, сонымен қатар біздің денеміздегі көптеген ас қорыту органдарына тигізетін әсерлерінің химиялық реакциялармен, солардың келіп шығатын нәтижелермен жете түсіндірген кезде қыздардың көбісінің көздері жетіп жатады. Осындай тақырыптар арқылы, осындай әрбір тақырыпта қолданған тәжірибелер арқылы оқушыларымыз химиялық сауатты болады деген үміттеміз. Сонымен қатар оқыту кезеңдеріміздің 4-ші кезеңі, бұл 4-ші тоқсан. Бұл жерде оқушылар химия және тұрмыстық техника, табиғи және жасанды талшықтар, қоршаған орта және химия қауіпсіздік деген тақырыптардың ішіне алатын болады. Бұл жерде сонымен қатар жасыл технология деген тақырыбымыз бар. Бұл өте маңызды. Қазіргі кезде білесіздер, жасыл алаңдарымыздың азайып жатқаны және де көптеген құрылыс адамдар тұратын үйлердің салынып жатуының көбіне байланысты жасыл табиғатымыз азайып жатыр. Соған байланысты бұл тақырыпта біз көбінесе әрбір ағаштардың оттегі шығаруы, көмірқышқыл газыны бір тәулігіне қанша көмірқышқыл газын өзіне жұтып, қанша оттегі шығарады. Яғни әрбір ағаштың сондай бір құбылыстарын зерттей отырып, балдарға, яғни болашақта егер жасыл алаңдардың көбейетін болса, көбірек қандай өсімдіктерді көбірек отырғызу керек, соны дәріптейтін боламыз. Және де адам және химиялық элементтер. Кейде оқушылардың сұрасын, қай жерде химия жоқ десең, ойланып қалады. Негізінде біздің айналамыз, өзіміз, әрбір жерде бүкіл біздің периодтық Менделеев таблицасындағы элементтер бар. Сол себепті олар бұл нәрсені білу керек. Енді қорыта айтатын болсақ, біздің бір курстың нәтижесінде оқушының химиялық сауатты тұлға ретінде қалыптасуы, өз өмірінде қауіпсіздік ережелерді сақтап, тұрмыстық химиялық заттарды саналы түрде қолдана біледі. Табиғатты қорғау, және де сонымен қатар энергияны үнемдеу мәселелеріне жауапкершілікпен қарайды. Курс оқушыларды ғылымға қызықтырып қана қоймай, олардың болашақ кәсіби бағдарын айқындауға септігін тигізеді деген үміттеміз.
Апай, сұрақ сұрауға бола ма? Иә, әрине. Тыңдап тұрмын. А, мына бағдарлама бойынша оқыту нәтижесінде қандай нәтижеге қол жеткізіледі? Айтып өтетін болсақ, бұл жерде бала ең бірінші кезекте химиялық білімді өмірде қолдана алады. Бірінші кезекте, яғни ол 7-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін химия сабағында өткен бүкіл тақырыптар болсын, химиялық заттар болсын, оларды өмірде қолдана алу дағдысын үйретеді, және де сауатты және жауапкершілігі жоғары тұлға ретінде қалыптасады. Жарайды, жақсы, рахмет. Бұл бағдарламада тақырыптар мен заттар қарастырылады. Бұл бағдарламада көптеген дағдылар қалыптасады негізінде. Соларды айтып өтетін болсақ, бала тәжірибе жасау арқылы, өз көзімен әрбір болып жатқан процесті көру арқылы сыни тұрғысынан ойлау, зерттеу, тәжірибелік жұмыс жасау, талдау және де өз ойын дәлелдеу дағдыларын негізінен қалыптастырады. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма екен? Мен де сұрасам, бұл жалпы жобаның жаңашылдығы неде? Негізінде жобаның жаңашылдығы бұл жерде біз жоғарыда да айтып өткеттік, және толықтыратын болсам, бұл жерде біз STEAM элементтерін, зерттеу әдістерін, бейне зерттеу әдістерін балдарға жаңашыл қазіргі заман талабына сай экологиялық жобаларды үйрету арқылы олардың функционалдық сауаттылығын арттыру болып табылады. Жақсы, рахмет. Рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма екен? Сұрақтарыңыз болмаса, қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Өте пайдалы болды деген үміттемін. Рахмет сізге. Сау болыңыздар. Рахмет сізге. Өте қызықты болды. Особенно андай, то, что учитывается балалардың ерекшеліктері, психоэмоциональный өздерінің күйлері, соны учитывая етіп, қызық учитывать етіп, жасапсыздар жұмысыңызды. И то, что балалар же всегда задают вопрос, не үшін мен бұны білу керекпін деп. Дұрыс айтасыз. Сол үшін рахмет сізге. Пайдалы болғанына қуаныштымын.